Үш жыл уже тұрып жатыр үйі. Соның орнына басқа кісі келіп, үйі де жоқ, түгі де жоқ, бірақ та осы жерге мен босақтым бар деп, сол накладты ма, енді қалай айтуға болады деп отыр. Енді бұл кісі бізге көмекке сұрап отыр. Сол сұрақпен қалай бұл кісіге көмектесе, осы сұрағын қалай шешіп берсек деп. Соны қазір бұл кісінің үйін барып суретке саламыз, бәрін алып, соны зерттейміз, кімге берген екен, қай кісі келіп жатыр екен. Тағы да бұл кісіге айтып жатыр екен, жарайды, саған жер шеге бермейміз, үйіне ғана не береміз, үйіңді екі бұрышын береміз, қалған жер біздікі деп жатыр. Ол неге өйтіп жатыр? Только нотариально. Заңмен емес, нотариально ғана кісінің үйін сөйтіп, өзін сондай мәжбүрге түсіріп, есін алып жатыр есі. Қанша бір жыл болды ғой, мен осы сіздерге келіп көмек сұрап жүргеніме. Бұл кісі әкімшілікке де барған, жер бөліміне де барған. Сол кезде бұл кісіге үміт берген ғой, надежда берген бұл кісіге. Не отказ бермеген, не решение бермеген. Сол үшін бұл кісі үміттеніп жүргенде бұл жерге. Ал жаңағындай болады деп жүрген. Сосын бұлар ертең кел, арқыны кел деп жүре берген. Сондықтан бұл кісі үмітпен жүрген кезде басқа біреуге қалай госакты шығарып береді. Үйше сол жерде жер жаңағы 4 үй тұр, үйдің қабырғасы тұр ол жерде. Тұрып жатырмын балашаға. Балашаға мен тұрып жатыр, жалғыз бастарына жағдай келгеннен сол жерді басып заңдастырам деп ойлаған ғой. Енді өз аузымен айтып көрсетті. Не сөз, ат жөніңізді жазыңыз. Мен Рахманова Ләззат 2003 жылдан бастап сол жерді өзім тегістедім. Ең бірінші сол шай бойына жақын жер еді. Мына көше бойынан елдер мусорын әкеп төккен сол жерді. Содан сол жерді өзім ақшамен шағал төгіп, тегістеп, сол жерге үй салып тұрып алдым 2006 жылдан бастап. Мына құжаттарым бар, 2006 жылдан бастап Тасмағамбетовке хат жаздым, өтініш жазып. Осы үйдің құжатын Төле би Байзақоваға 3 жылдан бастап жүріп жатырмын. Сол жерде маған не жаңа отказ бермеді, не решение бермеді. Ақыры бар документімді қолыма алып, маған енді сіз мына Алатауский қазір акиматта легализация жүріп жатыр, мына документіңізді сол жерден шығарып аласыз деп мен шығарып салдым. Ақыры мен сол жерге барып, бүкіл құжаттарымды өткізіп, мына жаңағы мусорын ақша төлеп, штрафын төлеп, үйімді келіп сызып бәрін енді қолыма тиеді деп отырған кезде жаңағы әкімшілікпен бір адам келіп, менің босақтым бар, осы жаңа келісімге кешен келдің, келмесең сотқа береміз. Маған тек қана мына 2 үйдің бұрышын ал через нотариус арқылы дейді. Мен енді ол әкімшіліктен ешқандай жауап бермей шығып кеттім, себебі өздеріңіз білесіздер, жер там оның жаңағы әжетханасы болады, оның көмір түсіретін жері болады, бәрі далада шашылып жатыр, ағаштардың бәрі. Әкімшілікте Мазуровтың өзіне бардыңыз ғой? Мазуровқа бардыңыз ғой? Ол кісі маған солай деп берді. Нотариус арқылы аласың деп отыр. Аласың дейді. Только нотариус арқылы. Мына 2 үйдің бұрышын аласың, оған келіспесең, осы сотқа береді, мына үйіңді бұзып тастайды дейді. Мен оған келіспедім, әрине, мынау тағы да көмектесетін адам бар шығар деп жаңағы депутат жоғарғы мәслихатына кірдім. Ертең енді мынау заместитель әкімге кіріп, Должниковқа пропуск алдым, және де осы шаңырақтарға келіп, осы сіздердің көмек сұрап келіп отырмын. Мынау жаңағы госактымен келген кісі, өзі үлкен жастағы кісі екен, ер кісі, бірақ әйелінің атына жазылған. Менде фамилиясы бар еді, таппай отырмын. Сол әйелінің фамилиясына жазылған. Оны көршілерім танып отыр. Ол кісінің баласы мынау жер бөлімінің де істейді екен. Төле би Байзақовада жер бөлімінің құжаттарын қарайтын жерде істейді екен. Сол өзінің сол Нарынқолда жатқан, ауырып жатқан шешесінің атына шығарыпты госактын. Енді бір шындықтың несі болатын шығар. Енді балашағаңыз жайлы. Бұл сіз тұрып жатсыз, ол жерде тұрмайтын адамға қалай госак береді? Қазір мына заңдастырылып жатыр деген
заңдасуға кіріп жатқан, тұрып жатқан адамдарды ғана. Мен өзім сол әкімге кіргенде 10 адамдарды қабылдайды екен. Сонда өзі ол кісі отырып алып бүйтіп айтты. Назарбаевтың указаниясы бар деді. 2-3 жыл тұрып жатқан үйлерге бізге құжат берілсін деген деді. Мен елдің ең соңынан әкей кірдім, қасында отырып. Соны өзі айтып отырып, жаңа менің бір жарты көсек жерімді қолымнан тартып алғандай болып отыр. Онда қазір оның бәрін зерттейміз, бәрін өзі айтты ғой маған. Енді сізді біздің мына заңгерлер қазір өзінің несін консультациясын сізге беріп, қолхатқа қолына келген көмегімізді көрсетеміз. Енді сіздер осы біздің қоғам сол үшін отыр. Мына өзіміздің азаматтардың қалай дұрыс заңды құқықтарын бұзып, заңды өзіне тиіп тұрған мына заңға қайшы әрекет әкеп Енді осы мына Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің мақсаты да осындай адамдарға көмектесу емес. Сол жағынан сіздер толық көмек бере аласыздар ғой. Осы мақсатымыз осы, міне жаңа көріп жатырсыз бүгін бір күннің ішінде. Турксибский районынан да келді кісілер кішкене қуанып, оларды айтып жатыр мына сендер Шаңырақ деп. Енді бұндай кісілерге бұл кісілер, мысалы мен өзім ойлаймын, әкімшіліктер